Сәлеметсіздер, маған тіркел лайк басып кетіңіздер. Ал мен анам екеуміздің оқиғамызды сіздерге айтып беретін боламын. Менің анам өте жас көрінеді. Тіпті бізді апалы-сіңлілі деп ойлап қалады. Ал сіздер оның сыры неде екенін білесіздер ме? Қазір мен сіздерге бастан аяқ түгелін айтып беретін боламын. Менің анам 40-тағы әйелден 20 жастағы әйелге өте әдемі көрінеді. Мен сіздерге бәрін қазір айтып беретін боламын. Сіздер маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал мен бастаймын. Біз өзіміздің үйімізден Южная Кореяға көштік. Оның себебі әкемнен айырылыстық. Неге дейсіздер ме? Онда қазір бәрін айтып беретін боламын. Әкем бізді күнде ұрсып ұратын, тіпті маған да қол көтеретін болды. Ештеңеге көңілі тұрмайтын. Содан кейін мені мың заттарға ұрса беретін. Мен әрине қатты жылайтынмын. Әкем мені ұра беретін, қызына да ұлына да қарамай. Содан кейін мен өте қатты қорқа бастадым. Әкем бізге күнде айқайлайтын, тіпті анама да. Содан кейін мен бір күні қатты ашуландым. Анама бір нәрсе істеуім керекпін деді. Әкем бізге одан сайын айқайлай беретін еді. Содан кейін анамның қартайып бара жатқанын көрдім. Өте кәрі жастағы әйел болып кетті. Тіпті өзінің құрдастарымен жасты әйелдерін өте кәрі болып кетті. Өз-өзіне қарамаған, сыр бетіндегі бас ауыра беретін қарапайым жесір әйел дегенде де болатын. Жесір әйелден де өте бетер болды. Содан кейін біз бір күні мен не істерімді білмей, әкем өте қатты анама қатты айқайлап жатқан кезде мен өзімнің анамды жақсы көретінімді дәлелдеймін деп шештім. Содан кейін анамның өте қатты қартайып жылап жүргенін көрдім. Мен әрине ашуланып кеттім. Bir күні қатты жындандым да барлық киімдерді жинадым. Анама айттым, кетеміз дедім. Анам болса, жоқ, бармаймын деді. Содан кейін мен ашуланып анамның қолынан ұстап жетектеп алып кеттім. Содан кейін мен жақсы өміріміз кішкене де басылды. Біз анамыз әкемізден қолы кеткеніне қуанышты болдым. Южная Кореяны таңдадым. Өйткені неге Южная Кореяны таңдағанды айтсам, оның салт-дәстүрі маған өте қатты ұнайтын. Тіпті Blackpink, BTS, K-pop солар маған өте қатты ұнайтын. Сондықтан мен сол Кореяны таңдағанмын. Содан кейін анам маған самолетқа отырған кезде уже не болмақ деп айқайлады. Бірақ мен ештеңе етпейді. Менің қасымда жүрсеңіз бәрі жақсы болады деді. Ал мен өзімнің жинап жүрген кішкентай ақшаларымды және әкемнің сейфіндегі ақшалардың бәрін қосып онлайн билет алдым. Одан кейін жақсы Южная Кореяға келдік. Кореяға келгеннен таксиға ештеңе түсіндіре алмадық. Әрине бәрін қолмен түсіндіруге тура келді. Әйтеуір дегенде өзіміздің отелімізге келдік. Отелімізде өте керемет тағамдар жедік. Анам кішкене қуанышында шек болмады. Анам кішкене жасарғандай болды мен үшін. Анамды қуантқаныма мен қуаныштымын. Содан кейін біз күнде жақсы күндеріміз өте берді. Содан кейін біз фаст-фуд жедік, өзіміздің қалаған тамағымызды. Сол күні біз жақсы ұйықтап, жақсы тұрдық. Bir күні біз дейтін сол күнімізді бір номерге звондап үй сатып алған едік. Үйге барып едік. Мен сол үйге барған кезімізде арғарай қазір айтып беремін, күте тұрыңыздар. Ал біз сол үйге келген кезімізде есігін ешкім ашпады. Қақтық, ақшасын төлеп қойған едік. Сондықтан мүмкін басқасын шығар деп ойлап едім, бірақ анам осы деп айтты. Мен айқайлап едім. Содан кейін қасымызда бір ер азаматты полиция келді. Полиция не болып жатыр деп айқайлады. Біз бәрін отельге бардық. Ол айтты, ол үйде ешкім тұрмайды, ол үй өтірік үй. Сосын анам айтты, үйге барайықшы, өтінемін деді. Мен айттым, жоқ, үйге баруға болмайды дедім. Бірақ біз корейше түсінбейтін едік, сондықтан ағылшынша түсінетін ағайға айтып бердім. Содан кейін ағылшынша түсінетін ағай не болды деп айтты. Бірақ біз оны кафеде айтып береміз дедік. Кафеге біз бірінші болып келдік. Ол соңында бір ер азамат келді. Келгеннен кейін бәрін түсіндірді. Біз бәрін түсіндіріп бердік. Ол да кішкене түсінгендей болды. Содан кейін сіздерге бір жаңалығым бар деді. Біздің үйде тұрасыңдар деді. Анам әрине қобалжыды. Мен де қатты қобалжыдым. Бірақ ол айтты, саспаңдар, менің үйімде ешкім жоқ, өзім тұрамын. Сендерге жай ғана көмектесейін дедім деді. Содан кейін біз ойландық. Біз көрейік дедік. Анам екеуміз көрейік дедік. Әрине оның үйі полиция бөлімшесіне тиіп тұрды. Яғни бір-екі үй еді. Арасында бір-екі үй бар еді. Содан кейін жарайды деп біз үйге келдік.
үйге келген кезде біз оған қатты мен өзімнің алғысымды сол ағайға жеткізіп едім. Ағай рахмет деді. Содан кейін мен ана диванның қасында тұрған бір фотоны көріп қалдым. Фотодағы кім деп едім, ол маған қарап, ол маңызды емес деді. Мен бірақ түсінбей тағы да сұрай бердім. Содан кейін жарайды деді де, ол айтамын деді. Дәл сенің анаң сияқты онда күйеуі бар еді. Жексұрын ол менің қарындасымды ұрып соғып өлтіріп тастады деді. Содан кейін анамның көңіл күйі түсіп кетті. Мен ойладым, сонда біздің анамыз сояқта тұрған кезде әкемнің қолында таяқ жеп өліп қалар ма еді? Кім білсін, бірақ менің өмірім қазір өз-өзіме орнайды. Содан кейін анам корейше үйреніп, керемет корейстердің тамақтарын, ұлттық тамақтарын жасап жүрдік. Токбоки және суши 3 ай өткеннен кейін біз ең керемет отбасылардың қатарына ендік. Әрине, ол ағайға да, Элвин ағайға да мен кішкене ұнап бастадым. Элвин ағай маған да ұнады. Ағай екеуміз жақсы дос болып кеттік, тіпті әкемдей болып кетті. Содан кейін біз жақсы тұрып жатқан кезде анам йогамен айналысып бастады. Өз-өзіне күтініп, өз-өзіне қарап жүрді. Одан кейін ең керемет макияж жасалып, ең керемет ана болып бастады. Бірақ ол менің анам секілді емес, әпкем секілді болды. Анам таңғы жатты оларға қатысып, ең керемет ата-анам болды. Көшедегілер барлығы бізді апалы сіңілі дейді. Менің достарым да тіпті апалы сіңілі деп айтатын. Мен әрине қатты қуаныштымын. Содан кейін маған өз өмірім ұнай бастады. Біз сіздерге қазір ең қызық жерін айтып беретін боламын. Әрине, ол ең қызық. Осы анимациядағы ең қызық. Анам өзіне бизнес ашты. Бизнестің аты өзінің атымен қойылды. Содан кейін ең керемет аттар болды. Содан кейін біз Элвин ағаймен күнде сөйлесе беретін болдық. Анам тіпті оған ғашық болып қалғандай. Ол өте жас, біздің үйге жиі келіп тұратын. Біз үй сатып алған едік, сол біздің үйге жиі келіп бізбен сөйлесе бастады. Және ол айтты, мен сендердің әкелеріңді таптым деді. Мен әрине қуанып кеттім. Содан кейін ол айтты, бүгін кешке осы кафеге келем деп айтты деді. Содан кейін анам қобалжи бастады. Өйткені әкем менің анам ойлады, тағы маған айқайлап тағы ұрысса ше, онда не істеймін деп қобалжыды. Бірақ мен айттым, анама, қобалжымаңыз, бәрі де жақсы болады дедім. Анам кішкене қуанды. Содан кейін анам оған хабарласты. Ол айтты, мен қазір барамын дедім ғой деп ашуланды. Анам одан сайын бетер қорықты. Бірақ қасымызда Элвин ағай арғы столда отырды, жақын жерде еді. Содан кейін ол кіріп келді де, түріне қарап едім, әбіржіп кетіп, бетіне әжім шыққан шал сияқты келді. Содан кейін өте қатты қартайып кеткенін көрдім. Одан кейін ол бізге кофе әкеле салыңызшы деп даяршыға айтты. Содан кейін ол бізден кешірім сұрады, мен сендерден кешірім. Анам айтты, мен ешқашанда тұрмаймын, ешқашанда бармаймын деді. Әкем оған таң қалып қалды. Сен жасарып кеткенсің бе, не болып кетті деді. Сосын маған айтты, менімен жүресің бе деді. Мен әрине жоқ дедім. Содан кейін ол қатты ашуланып маған бас салайын деп жатқан кезде полиция бөлімшесіндегі Элвин ағай келіп қалды. Элвин ағай келіп қалған кезде оған қатты ашуланып, қатты айқайлады. Содан кейін менің өзімнің өмірім жақсы өтті. Сіздерге видео ұнады ма, онда маған тілге лайк басып кетіңіздер. Және жақсы комментарий жазып кетіңіздер. Достар, мен ешқандай мұржын емеспін.